Ассалаумағалейкум қазақ елі, отандастар, жерлестер, туыстар, бауырлар. Мен Машан қыздарыңыз, әдеттегідей Америкадан алдарыңызға шығып отырмын. Бүгінде шыға салысымен өздеріңізден лайк жөнінде сұрап, әрі мынау менің арнамды тіркелмей көріп жүрген кісілер болса, тіркеле кетулеріңізді сұраймын. Және де осы бейне жазбаларды тарқата отырсаңыздар, көптен көп көмек болар еді. Бұл YouTube-тың осындай талаптарының бірі. Көрілім де азайып жатыр, ал көрілім менің көрсетпейді дейді осы бейне жазбалардың шыққанын, көрмейміз. Бұрын әлсін келіп тұратын еді, қазір қойды дейді. Сол үшін көрсетіп тұру үшін қоңырау бар, соны басып қойсаңыздар, мен эфирге шыққанда ол да қоңырау сіздерге хабар береді, Маржан келді деп. Ал мына жағдайға, жаңалықтарға келетін болсақ, ахуалды өздеріңізде менен артық елдің ішінде білесіздер. Топан су басқаны тоқтамай жатыр, беті қайтты деп жатыр. Беті қайтқанымен Ресейдің суының беті қайтқан жоқ. Су қаһар ауа райының беті Ресейде қайтқан жоқ. Сол үшін де бұл апатты сол жақтан да күте беруге болады. Қазір нақты дәлелім жоқ, бірақ маған келіп жатқан жазбалардың бәрінде айтады, осы кешегі топан су сол Ресейден келді деп, 2 дамбыны жарып жіберді деп. Енді оны Тоқаев қайын жұртын сатпайды ғой. Қазір мына молда кеңдер әйтеуір кешіріңіздер, халықты алдастырып жатыр. Ойбай, бұл сендер садақаны дұрыс бермедіңдер, мешітке аз ақша келдіңдер, соның Құдайдың қаһарына қалып жатсыңдар деп. Оған мән бермеңіздер, оның бәрі өтірік әңгіме. Ал тағы да мынау айтатын жаңалық емес енді, бұрыннан бері жүріп жатыр. Мынау соғыс жөнінде Ресейдің шәуілдіктері шәуілдеп қана жүреді алдында, қазір мына Ресей кәдімгідей шынымен кірісіп жатыр, ракета құрылғыларын орналастырып жатыр. Оны ата қояды деп ойламаймын, бірақ қоқан-лоққы секем көрсету үшін мына осындай қадамдарға барып жатыр. Қазекеңдерде бір интервью жүр, қазақша тілде алған интервьюді 50-ден асқан, 50-ді алқындаған ба, асқан ба, сол кісі кіші жүзбін дейді, табынмын дейді, Ресейге қуана-қуана қосыламын дейді. Бұл әңгімелердің бәрі провокация жасап жатыр. Әдейі осындай бұрын орыстарды шығаратын болса, қазір енді мына қазекеңдерді де шығарып жатыр. Бірақ енді қорықты мекен, ұялды мекен, ол қазекең түрін көрсетпеді. Оны қойыңызшы, енді мына ОДБК-дан зардап шеккеніміз аздай, мына тап соның сыңарын қазір Ресей құрмақшы. Бүкіл өзіне қарап тұрған қазіргі бұрын СССР-дан шыққан Қазақстан сияқты елдермен қосылып, мына әскер жинайын деп жатыр. Ол әскерді жинайын деп жатқаны, өзінің халқы қазір соғысқа бармай жатыр, бас тартып жатыр. Одан да бөлек қанша жерден бас тартқанымен, Ресейдің бүгінгі күні миллион қол жинайым десе де, 1-2 миллион қол жинайым десе де, есалаңдары көп. Орыстардың арасындағы түпкі ауылдардан шыққан, жағдайлары өте жоқ, түрмесінде де қаншама әлі адамдары бар, қол жинайым десе. Ол қолда болып тұрған жоқ мәселе, қазіргі күні мәселесі мынау бұрынғы СССР-дан шыққан Қазақстан сияқты елдерді ОДБК-ның сыңары етіп тағы да бір қол жинауы, ол бұны қаруы үшін, сол елдердің қаруы үшін. Қазақстан ендігі бәрін беріп болды, енді бермеген тағы несі қалды, бұны біліп отырмыз, көріп отырмыз, қаншама нелер салды оның бәрін. Одан да бөлек кезінде Совет үкіметі ыдырағанның өзінде де, мынау СНГ болып тұрған кезімізде, сол Ресеймен қарым-қатынас өте күшті болды. Мынау ПВО дейміз ғой, соның қарудары, ракеты, солардың бірінші қаншасы 75 ма, одан кейін
жаңағы 200-дік шықты, 200-дік шыққаннан кейін 300-дік шықты, одан кейін 400-дік шықты. Мен өзім куәмін, сол кездерде жаңағы бұлар өздеріне жаңағы шығарған кезде 400-дікті шығарып, 300-дікті шығарғанда 200-дікті бізге қарай ысырып тастады. 400-дікті шығарған кезде 300-дікті бізге қарай шығарды. Сол жаңа 300-дік пекен, 400-дік пекен есімде жоқ, әйтеуір бір сол қарудың біреуін берген кезде біздің Астананың жанындағы Малиновка деген жерде тұрған әскери жерге апарып сояққа орналастырған. Біздікілер деген жаңағы мәз болып соған, соның жуындысына, сол Ресейдің қалдығына, ал өздері біз деген жаңағы тәуелсіз мемлекетпіз деп. Сонда бұл жаңағы сол кездегі әскерилеріміздің де халық сеніп отырған, сонда намыс та жоқ, ар-ұждан да жоқ, сол біз неге бұл халық өмір бойы осы Ресейдің қалдығын ала береміз, біз неге бүйтпеске, сөйтпеске деген сол кезде ағалардың болмағандығы, олардың бәрінің өздерінің жаңағы неге лауазымды жерге жетіп алғаннан кейін, бәрінің өздерінің мақсаты да, армандары да сол әйтеуір баю, бала-шағасын жаңағы шетелде оқыту, өздері сол жаңағы халықты сорып, сол кездегі Назарбаевпен бірге. Міне осындай қазір жағдай болып тұр. Ол Ресей оған кірісіп кетті. Бұл нақты әңгіме болып жатқан, бәр жерде де айтылып та жатыр. Бұны Ресей жасырып та отырған жоқ, кәдімгідей айтып отыр. Сол үшін халқым сақ болыңыздар, абай болыңыздар. Мынау Әблязовтың айтқан ұяшықтары ашыла берсін, тоқтамасын. Бұл жөнінде жаңағыдай айғайлап, оны жаңағы жария салып, біз сөйтіп жатырмыз, қазір мынша адам болдық деудің ешқандай да қажеті жоқ. Бәрін құпия түрде, бұл енді өздеріңіз, бүгінге дейін көздеріңіз жетті. Бұл билікпен, бұл үкіметпен, бұл Ресеймен жаңағы текті түрде келісім сөз болмайтыны белгілі болып тұр. Бұл жаңағы орыстар қалай алдады, солай алдап келе жатыр. Міне Украинаны да қалай алдады, соғысты ашпаймыз деп. Бауырласпыз, сондаймыз, бұндаймыз деп. Кешегі күнге дейін, міне әлі күнге дейін Путин сондай өтірік сөздерімен міне сөйтіп келе жатыр. Сол үшін өзің Қазекең айтып кеткендей, ата-бабамыз айтқандай, орыстан досың болатын болса, айбалтаң қойныңда болсын деген. Сол айбалтамызды қойнымыздан жібермейік, жан-жағымызға қарап сақ болып отырайық, ортамызды толтыра берейік. Басқа ұлт өкілдері бізге қосыламын десе, өзектерінен теппей ортамызға қарай тартып, сөйтіп ортамызды кеңіте берейік, ауызбіршілігімізді арттыра берейік. Осы видеоларды әрі қарай жалғастырыңыздар, өз аттарыңыздан қорықсаңыздар, жалған аккаунт ашыңыздар. Бұл ұят емес. Мынау биліктің осындай опасыз билікке қандай тәсілді пайдалансаң да, ешқайсының да ұяты жоқ. Сол үшін біз қолдан келген тәсілімізді жасайық, ақпараттық соғысымызды жалғастырайық. Сіздерден керек көмегі осы видео жазбаларды тарқата отырып, әрі менің каналыма тіркеліп отырып, қазақтарымызды, бауырларымызды міне өстіп қолдай берейік. Жаңағыдай сол өз аттарыңыздан қорықсаңыздар, жалған аккаунт ашыңыздар. Бір жаңағы екі қалтыраған қақпас шалды алдап түсіре алмасақ, несіне жаңағы қазақтың ұрпағы болып жүрміз, тазша баладан неге үйренбедік. Міне сол кешірім сұраймын, енді жаңағы кісілер бізді енді осындай үлкен адамдарды өтірікке итермелеп жатқан жоқпын, ол жаңағы өздеріңіздің бас қауіпсіздіктеріңізді айтып жатқаным. Сол аман болайық, бар болайық. Мынау келе жатқан өзіміздің бейбіт те, берекелі күнімізді жақындата түсейік, ауызбіршілігімізді арттыра түсейік. Алға қазақ елі!